Қайырлы күн, құрметті ғылым сүйер, кітап сүйер қауым. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы Абай ғылыми зерттеу институтының «Ғылым таппай мақтанба» атты хабарын бастаймыз. Біздің хабарларымызда Абай институтының кітап қорына және Фараби кітапханасына келіп түскен әдеби танымдық және ғылыми кітаптар таныстырылатын болады. Ақынның «Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз, артық білім кітапта, талап қыл артық білуге» тәрізді тұжырымдары. Сондай-ақ нақтырақ айтқанда 31-32 қара сөзінде ғылымды табудың, білімді іздеудің нақты әдіс тәсілдері жүйеленіп айқындалып отырады. Осылайша Ұлы Абайдың іліміндегі білім концепциясы қалыптасады. Біздің хабарларымыздың да бағыт-бағдары, мақсат-міндеті Абайдың білім ғылым концепциясына негізделмекші. Бүгінгі хабарымызда қазіргі қазақ балалар әдебиеті атты жаңа кітап таныстырылатын болады. Кітап авторы Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының тәуелсіздік дәуіріндегі әдебиет және көркем публицистика бөлімінің меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы, белгілі әдебиеттанушы ғалым Гүлжахан Жұмагелдіқызы Орда. Бүгінгі хабарымыздың қонақтары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Абай ғылыми зерттеу институтының профессоры, белгілі әдебиеттанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қансейіт Әбдезұлы. Сондай-ақ бүгінгі хабарымызға Әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері, жас әдебиетші ғалым, PhD докторы Нұрбол Жұмағалиұлы Құдайберген қатысып отыр. Құрметті қонақтар, бүгінгі хабарымызға қош келдіңіздер. Құрметті Қансейіт аға, осы қолымыздағы қазіргі қазақ балалар әдебиеті атты Гүлжахан Орданың кітабының бүгінгі әдеби үдеріске, бүгінгі әдебиеттануға қосқан өзіндік жаңалығы, әдеби көркемдік тұрғыдан құндылығы тұрғысында өзіңіздің ойыңызды білсек. Рахмет, мынау өте бір құнды кітаптың тұсауын кесіп, бір жағын насихатын жасап, әңгіме өрбітейін деп отырмыз. Бұл енді шында біздің ғылым таппай мақтанба тақырыптағы осы көп тараудан тұратын көп сериялы біздің мынау хабарлар қатарындағы бір маңызды хабардың бірі болады шығар деп ойлаймын. Себебі филологияның докторы, профессор, белгілі әдебиеттанушы ғалым, сыншы, ұзақ жылдан бері Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтында еңбек етіп келе жатқан, қазір бөлім басқарып отқан Гүлжахан Орданың бұл кітабы өте құнды кітап деп есептеймін. Тақырыбының өзі айтып тұр, қазіргі қазақ балалар әдебиеті 1991 және 2021 жылдардың аралығы деп аталады. Ал енді қазір осы тұста біз енді қазір жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан құрамыз деп мақсат қойып, үлкен бағдар ұстап, осы туралы біздің жалпы мемлекеттік ұлттық идеологиямызды да осы бағытқа бұрып, сонда бір белеске көтеріп отқан тұсымызда мына балалар әдебиеті туралы қазір еңбек жазу, оның үстіне зерттеу, монография жазу, ол өте бағалы құнды деп есептеймін. Себебі мемлекетіміздің қазіргі басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің мынау ұлттық құрылтайда сөйлеп жүрген сөздерінде, Егемен Қазақстан ана тілі газетіне берген сұхбаттарында, тағы да басқа сөздерінде, биік мінберлерден сөйлеп жүрген сөздерінде, мынау біздің руханиятымыз туралы, әдебиетіміз туралы, өнеріміз, мәдениетіміз туралы тақырыпты қозғаған кезде міндетті түрде әдебиетті айтып, оның ішінде балалар әдебиетіне айрықша мән береді. Оның орны бар. Себебі балалар әдебиеті қай кезде болса да өте маңызды бағыт, маңызды сала, маңызды жанр болып есептелген. Себебі балалар әдебиетіне атсалысатын қаламгерлер, балалар әдебиетіне тақырыбына жазатын, балалар тақырыбына жазатын қаламгерлер әрқашан құрметті болған, қадірлі болған. Себебі кезген ұлттың, кезген халықтың, кезген жұрттың болашағы ол жастар, оның үшін әсіресе жасөспірімдер, балалар. Яғни 5 жастан бастап 15 жасқа дейінгі оқыған дүниелері олардың ойында қалады, санасында қалады, жүрегінде қалады. Сондықтан мына қазіргі қазақ балалар әдебиеті деген тақырыпта үлкен монография жазған бұл еңбекті мен
сондықтан өте құнды деп есептеймін. Тағы да екінші жағы бар. Бұл еңбек біріншіден тәуелсіздігіміздің жемісі. Бұл мына тәуелсіздік алғаннан кейінгі жазылып отқан дүние. Яғни біз өзіміздің тәуелсіздік ойымызды, азат ойымызды еш жаққа алаңдамай, ешкімге кіріптір болмай, қазіргі әдеби үдерісімізді ашық, анық, батыл айтылатын тұста, тұрған тұста жазылған еңбек. Сондықтан Гүлжахан Орданың еңбегінің құндылығы да осында тұр. Таныстырылымның басында айтып өткендей, Қансейіт аға, кітаптың құрылымы үлкен екі бөлімнен тұрады дедік. Тараудан және алғашқы бөлім көркемдік ізденістер. Өзіңіз айтқандай, қазіргі қазақ балалар әдебиетіндегі дәстүр сабақтастығы ерекше аталатын бөлім. Осы тарауға көзқарасыңыз, осы тараудың мазмұны жөнінде арнайы өзіңіздің пікіріңізді білсек. Екі үлкен тақырыпқа бөлінді, екі бөлімге, екі тарауға. Біріншісі қазіргі қазақ балалар әдебиетінде көркемдік ізденістер дейді. Өте тамаша тарау. Екіншісі портреттер дейді. Яғни жекелеген балалар әдебиетіне үлес қосқан, ерекше еңбек еткен жекелеген қаламгерлерге тоқталады. Мен осы екі бөлім үшін әрине маған ұнағаны әрине бірінші тарау. Бірінші тарау маған ұнаған себебі бұл енді балалар әдебиетінің жүріп өткен жолы, балалар әдебиетінің тарихы, балалар әдебиетінің тарихына үлес қосқан, балалар әдебиетінің кезінде өркендеткен, дамытқан, үлкен құбылыс болған, әдеби процеске үлкен жаңалық алып келген, өзінің жаңашылдығымен, көркемдік құмарлығымен, тілімен үлкен құбылыс болған ірі шығармалардың бәріне тоқталады. Аттап кетпейді. Әсіресе мына кеңестік дәуірде балалар әдебиетіне үлес қосқан, жаңағыдай цензураға қарамай, тағы да басқа шектеулері қарамай, балалар әдебиетіне ерекше үлес қосқан Әуезовтен бастап, оның әйгілі Көксерек повесінен бастап, одан кейінгі жаңа атап кеттім, Сапарғали Бегалиннің, Бердібек Соқпақбаевтың атақты Менің атым Қожа, одан кейін Мұзафар Әлімбаевтың цикл өлеңдер, Өтебай Тұрманжановтың өлеңдері, одан кейінгі бері жалғасып кететін тағы да үлкен балалар әдебиетіне өлшеусіз үлес қосқан үлкен қаламгерлер бар. Солардың барлығын санамалап отырып, шығармаларын тізіп отырып, мысалы соның ішінде кімдер дегенде, мысалы Шәке Күмісбаев, Нұрдәулет Ақыш, Бейсенбай Сүлейменов, Әлібек Файзуллаев, Әбділдәбек Салықбай, Сәуле Досжанова, Дилдар Мамырбаева, Жаңабек Шағатай, Зария Жұманова, Гүлзат Шойбекова, одан кейін бері жалғастырып келеді Тынымбай Нұрмағанбетов, Серік Асылбеков, Бекен Ыбырайым, сондай бүгін қалам тербеп жүрген. Сосын барлық жанрды қамтиды. Драматургия, поэзия, проза, ертегі жанры, жаңылтпаш, мақал мәтелдер балдарға арналған. Солдың барлығын түгел қамтып айтады. Маған бір ұнаған, соның бәрін қамшының өріміндей өріп әкеп, бәрін бір арнаға қояды. Сол мен өзімді нақтырақ айтсам, енді жаңа сұрақ осы тарау туралы болғаннан кейін бір ауыз айтайын. Маған әсіресе ұнаған осы тарауды тараушыларға бөлгенде ұнады маған. Тараушылар былай болып келеді. Қазіргі балалар поэзиясындағы көркемдік ізденістер бірінші тараушы, балалар прозасында құндылықтар жүйесі, көрдіңіз бе, бөліп айтқан, проза мен поэзияны ажыратқан. Үшінші тараушасы балалар әңгімелерінің антологиясы туралы дейді. Яғни таза әңгіме жанрына тоқталған, яғни балаларға арналған әңгімелерді бөлек тараушы қылып шығарған. Төртінші, балаларға арналған тұңғыш детектив роман дейді. Яғни тұңғыш детектив романға тоқталған. Яғни бесінші, соңғы тараушы қазақ балалар драматургиясының әдеби қаһармандары дейді. Яғни драматургияны, детектив жанрын, сосын әңгіме жанрын, сосын проза, поэзияны көрдім, 5 жанрды 5 үлкен тараушыға бөліп жазған. Бұл да жаңа кітаптың өте жүйелі және өте әсерлі және ғылыми аппаратының өте күшті құнды болып шығуына әсер еткен. Көп рахмет, Қансейіт аға. Расында да Гүлжахан Жұмабердіқызы кәсіби әдебиеттанушы ретінде осы кітабының құрылымдық атауларының барлығын сол әдебиеттану терминдерімен атағанын көріп отырмыз. Көркем әдебиеттің ежелден келе жатқан 3 тегіне бөле отырып, осы бірінші көркемдік ізденістер тарауында
балалар поэзиясына арнайы тоқталады. Нұрбол Жұмағалиұлы осы мынау қазақ балалар әдебиетінің үлкен бір саласы балалар поэзиясы ғой, білесіз, иә. Қазақтың кішкентай баласының әрқашанда поэзияға, өлеңге құлағы түрік болатыны ежелден белгілі. Міне осы тұрғыдан келгенде Гүлжахан Жұмабердіқызының осы кітабында қазақ балалар поэзиясының қазіргі даму бағдары, қазіргі көркемдік ізденістер туралы не айтылғандығын өзіңізбен бірлессек осы жөнінде. Жалпы Гүлжахан Орда апайымыздың қазіргі қазақ балалар әдебиеті деп аталатын еңбегі теориялық тұрғыдан болсын, практикалық тұрғыдан болсын өте салмақты, мән маңызы үлкен еңбек деп айтуға болады. Себебі бұл кітапта осы қазіргі жалпы соңғы 30 жыл көлеміндегі балалар әдебиетінің жетістіктері сараланған, талданған, сараптыққа салынған. Жалпы бұндай кең ауқымдағы тақырыпты қамтыған бұндай еңбектер қазақ әдебиеттану ғылымында көп жазыла қойған жоқ. Өте сирек деп айтуға болады. Біз әдетте Шеген Ахметовтың балалар әдебиетінің очерктері деп аталатын кітабын айтып келдік қой бұған дейін. Бірақ ол кітаптың шыққанына да мінекей 60 жыл болыпты. 1965 жылы жарыққа шыққан кітап. Әрине ол кітаптың құндылығы өте жоғары, әлі күнге дейін өзекті ойлар аз емес ішінде, дегенмен әдебиет деген бір статикалық құбылыс емес, динамикалық құбылыс қой. Үнемі өсіп, өркендеп, жаңарып, жаңғырып отыратын құбылыс болғандықтан, одан кейінгі кезеңдерде қаншама ұрпақ келді әдебиетке, қаншама буын ауысты, қаншама тәуелсіздік алдық, жаңа авторлар келді, жаңа көркемдік үрдістер пайда болды. Енді осының барлығын сарапқа салып, бір жүйелеп ғылыми бағасын беру дейтін үлкен бір міндет бар еді әдебиеттану ғылымының алдында. Сол осындай бір үлкен міндетті Гүлжахан Орда апайымыз алып шықты. Осындай үлкен бір проблеманы шешімін ұсынды. Осындай бір үлкен олқылықтың орны толғандай деп айтуға болады. Және жаңа Қансейіт ағамыз айтып жатыр ғой, бұл кітапта балалар әдебиетінің іргелі жанрларының барлығы қамтылған. Тек қана эстетикалық, поэтикалық категориялардың аясында ғана емес, және мынау аксиологиялық тұрғыдан, құндылықтар жүйесі тұрғысынан да қарастырған, тәрбиелік, танымдық тұрғыдан да жан-жақты сарапқа салған. Осы тұрғыдан бұл өте құнды еңбек, және бұдан кейінгі зерттеумен айналысатын жас мамандарға да бір бағыт-бағдар беретін темірқазық болатын еңбек деп айтуға болатын шығар. Жалпы осы біз мынау балалар дегенде кішкентай деп ойлаймыз, кішкентай балалардың мәселесі де кішкентай деп ойлаймыз ғой. Негізінде балалардың, сол кішкентай адамдардың таудай қордаланған проблемалары бар. Соның бір саласы әдебиет саласы ғой. Мысалы, әдебиет саласында, балалар әдебиет саласында бұған дейінгі қорғалған диссертациялардың саны 30-ға жетпейді екен. Мысалы, абай тану саласының өзінде 110-ға жуық диссертация қорғалған деп айтып жатамыз ғой. Ал енді сол 30-ға жуық диссертацияның бәрі дерлік жекелеген белгілі бір қалам қайраткерлерінің шығармашылығын зерделеуге бағытталғанда, мысалы Жахан Смақовтың, Қадыр Мырзалиевтің, Мұзафар Әлімбаевтың шығармашылығын зерттеген біраз ғалымдар бар. Бірақ соңғы 30 жылда, соңғы ширек ғасырды тұтасымен қамтып, және бүкіл жанрларды қамтып, оның бағыт-бағдарын көрсетіп, беталысын бағамдаған еңбектер жоқтың қасы. Және осы Гүлжахан апайымыздың еңбегі осындай біртұтас қамтып көрсетумен құнды деп ойлаймыз. Жалпы жаңа Қансейіт ағамыз айтып жатыр, соңғы 4-5 жылда балалар әдебиетіне деген көзқарас өзгеріп жатыр. Оның куәсі болып жатырмыз. 2021 жылы балалар жылы деп жарияланды, 2022 жылды балалар әдебиеті жылы деп жарияланды мысалы. Мінекей, және қазір бір байқайтын дүниеміз, балалар әдебиетін зерттегісі келетін жас мамандардың қатары көбейіп жатыр да. Және Гүлжахан апайдың кітабы сол мамандарға бір негізгі бір құрал бола алады. Осындағы болашақ әдебиеттанушылар үшін осындағы әрбір қадау-қадау тұжырымдарды тереңірек бір жекелеген диссертациялық жұмыстарға айналдыру міндеті тұр деп айта аламыз. Ал енді осы кітаптың бірінші тарауының бірінші тараушасы қазіргі қазақ балалар поэзиясына арналған. Әрине, бір 30 жылға жуық уақыттағы поэзияның бүкіл мәселелерін бір тараушаның, бір тақырыпшаның аясында ашып беру өте қиын. Дегенмен Гүлжахан апайдың бір артықшылығы, осы кезеңдегі әдебиетте балалар поэзиясында қандай көркемдік үрдістер сахнаға шықты,
қандай авторлар жарқ етіп көрінді, ол авторлар қандай шығармалармен әдебиетке бір үлес қосты деген сұрақтарға жүйелі жауап бере алған деп ойлаймыз. Мысалы осы поэзия тарауында қазіргі жаңа тақырыптарды талдайды. Соның мысалы алғашқысы болып жаңа тарихи тұлғаларды таныту, қазақ тарихындағы үлкен ірі тарихи оқиғалар туралы шығармалар бар. Жалпы мынау совет кезінде айтылмай келген жабық тақырыптар санатында болған кейбір тақырыптар қазір өте жақсы жаңғырып жазылып жатыр. Мысалы имандылыққа баулитын шығармаларды өз алдына бөлек бір сала ретінде айтсақ болады. Мынау қазақ тарихының ақтаңдақ беттері туралы керемет шығармалар жазылып жатыр. Әрине біз тек қана осы тарихи тақырыпты, тарихи жанрда ғана дамып жатыр деп айта алмаймыз. Сонымен бірге мына балаларды өмір сүруге үйрету, әдептілік қағидалары, моральдық этикалық принциптер тұрғысынан тәрбиелеу жолдары, осының барлығы қамтылған. Жалпы мына балалар әдебиеті дегенде біз тек қана оған тек көркемдік, эстетикалық бір құбылыс ретінде қарай алмаймыз. Өйткені балалар әдебиеті қай кезде ол тәрбиелік, педагогикалық, психологиялық қыры қатар жүреді. Мынау балалар әдебиетінің қиындығы да осы ғой. Ол жерде баланың жас ерекшелігін, баланың болмысын, баланың мінезін білмейтін жазушы, ақын, ол балалардың жүрегіне жол таба алатын шығарма жаза алмайды. Гүлжахан Нұрда өте тындырымды жұмыс істейтін ғалым. Мынау өзінің тақырыбын терең білетінін байқатты осы кітапта. Тақырыбын терең біледі екен. Мұқият дайындалған, кітапта ешқандай олып-солып жазылған, шашыраңқы, шашау шығып тұрған бірде-бір тарау болмаса бірде-бір абзац жоқ. Өзінің жаңа тақырыбын терең меңгердіктен және өзінің негізгі мақсатын, балалар әдебиетінің тарихын, тағдырын, 100 жылдық тарихын жазам деп алды мақсат қойғаннан кейін сол үдеден шыққан. Бұл кітап біздің қазақ балалар әдебиетінің 100 жылдық тарихын жазған кітап болды. Кеңес кезеңінде кіріп отыр, тәуелсіз кезең кіріп отыр. Тақырыпты қозғаған кезде сіз дәстүрсіз аттап баса алмайсыз. Себебі дәстүр деген ол біздің кешегі күніміз, жүріп өткен жолымыз, бай тарихымыз. Мейлі балалар әдебиетін алыңыз, мейлі тарих тақырыпты алыңыз, болмаса детектив жанрын алыңыз, де болмаса тағы да бір қазіргі өте қазіргі бір маңызды тақырып болып тұратын кез келген әдебиетіміздің бағытын алыңыз, оның тарихын, жүріп өткен жолын, сонда сол жаңа бағытты жасаған тұлғаларды айтпай аттап кете алмайсыз. Осы тұрғанда дайындығы өте терең екен. Мен әсіресе Гүлжахан Орданың мына кітабының өте бір құнды тұсы деп, ешкімді аттап кетпей, сосын барып әсіресе балалар әдебиетіне өлшеусіз үлес қосқан қадақ-одақ тұлғаларымыздың бәрін атын атайды, шығармаларын атайды. Жаңа дұрыс айтты, Нұрбол дұрыс айтты, Шеген Ахметтің кітабынан бастап, керек болса қандай ғалымдар барды, содан бері қарай кімдер жазды. Бүгінгі балалар әдебиетінде үлкен қомақты шығармалар жазған Бекен Ыбырайым, Кенжехан Матжановтың еңбектеріне тоқталады. Оның арасында қаншама ғалымдар болды ғой тағы да жазған осы. Балалар әдебиетінен жаңағы докторлық қорғамаса да, бірақ осы тақырыпқа барған кезінде әдебиеттен институтын істеп жүргеніміз жаңағыдай жоспарлы тақырып бойынша барған. Мына кітаптың екі қанаты тең деп айтар едім. Біріншісі жаңағы таза көркемдік құндылығы, екінші ғылыми құндылығы. Көркемдік құндылығы дегенде мен ерекше асылсып айтар едім Гүлжахан Орданың көркем мәтіндерге көбірек сілтеме жасайтындығы. Яғни бұл кез келген ғылыми жұмыстың бұл несі қан тамыры, жүрек, ол мәтін ғой, көркем мәтін. Сіз мың жерден теориялық айта беріңіз, теориялық тұжырымдарыңызды әлемдік әдебиеттану ғылымымен, әлемдік әдеби теориямен байланыстырып айта беріңіз, ол әшейін ділмәрлік, әшейін шешендік болып шығады. Бірақ сіз анау табан тіреп тұрып өзіңіз топырағыңызға, табаныңыз нық басып тұрып, көркем мәтінді біліп тұрып, соның ең бір құнарлы жерлерін жарқыратып көрсету, ол екінің бірінің қолынан келмейді. Сондықтан мен кімнің мына ғылыми зерттеуін Гүлжахан Орданың жоғары бағалайтын себебім сол. Яғни өзінің объектісін өте терең білетіндігі, өте мұқият дайындалып барғандығы, сосын жаңағыдай қыруар көркем мәтін оқығандығы. Мен сол жағын таң қалдым. Ділдар Мамырбай сияқты, Зәре Жұбанова сияқты, Сәуле Досжанова сияқты енді онша көп танымал емес, бірақ осы балалар әдебиетіне үлес қосқан, бірақ өзінде орны бар сондай қаламгерлердің өзінің прозалық шығармаларын оқыған. Солардың үлкен үзінді келтіреді. Яғни кейіпкерге байланысты тартыс, соның ішінде жаңа мінездеу, даралау, баланың психологиясын көрсету. Енді әрине үлкен шығармалар, менің атым Қожа сияқты үлкен классикалық дүниелерге
әлемге шығып кеткен дүниелер көп. Оған да тоқталады. Жаңа Нұрбол айтқандай, балалар әдебиеті не қосты? Қандай жаңалығымен келді? Қазір әрине балалар әдебиеті бұрынғы кеңестік дәуіріндегі әдебиет емес. Қазір балалар әдебиеті мүлдем жаңа бағытқа бұрылған. Біздің ұлттық құндылықтарға, ұлттық мүддемізге, ұлттық қауіпсіздігімізге, болашағымыз мына балалардың патриоттық тәрбиесіне соларға бет бұрған ғой толық 91-ден бастап. Сонда бізге жаңа тақырыптар келді, жаңа бағыттар келді, мүлдем жаңа сюжеттер келді, жаңа құрылымдар келді. Осы жақтағы жаңа ізденістердің бәрінде жаңағыдай қадап-қадап, сол теріп-теріп, қадау-қадау өз ой пікірлерін айтып отырады арасында. Рахмет Қансейіт аға, сондай байыпты нақты талдауыңызға. Расында да кәсіби әдебиетші ретінде, зерделі зерттеуші ретінде қазіргі балалар әдебиетіндегі әрбір үрдісті қалт жібермей, бәрін тізіп отырады дейсіз ғой, иә? Ендеше Нұрбол мырза, осы кітаптың екінші тарауы портреттер деп аталады дедік қой. Осы портреттер тарауында бас аяғы 11 балалар әдебиетінің қаламгерлері туралы штрихтар арқылы портретін ашып көрсетуге тырысады. Осы тараудың ішінен кімді бөліп айтар едіңіз, және жалпы осы портрет жанрының өзіндік ерекшелігі қаншалықты ашылған, сол қаламгердің портретін қаншалықты Гүлжахан орда аша алған деген сияқты сұрақтардың төңірегінде өзіңізбен ой бөліссек. Жалпы бұл кітаптың ішінде қазақ әдебиетінің үлкен қайраткерлерінің жалпы шығармашылық портреттері берілген ғой. Жалпы жаңағы проза бөлімінде болсын, поэзия бөлімінде болсын, аға буыннан бастап бүгінгі Серікбол Хасан, Аслан Тілегендерге дейінгі буынның өкілдері, жаңағы жастардың өкілдері қамтылған. Ал енді осылардың ішіндегі ең көрнекті қаламгерлеріміз жеке портрет форматында берілген. 11 портрет, бірақ осылардың ішінде мен ерекше бөліп жарып Мұзафар Әлімбаевты айтуға болады деп ойлаймын. Өйткені Мұзафар Әлімбаевтың есімі балалар әдебиеті деген ұғыммен егіз ұғымдарға айналып кеткен ғой. Мұзафар Әлімбаев жалпы қазақтың дәстүрлі балалар әдебиетін кәсіпқой, профессионалды балалар әдебиеті деңгейіне жеткізуге бір кісідей үлес қосқан өте үлкен ірі қайраткер, қаламгер деп айта аламыз. Мұзафар Әлімбаевтың жалпы шынында да балалар әдебиетіне қосқан үлесі өте үлкен. Ол мазмұндық тұрғыдан да, формалық тұрғыдан да өте үлкен жаңалықтар алып келген, көп эксперименттер жасаған ақындардың қатарында. Жалпы балалар поэзиясында көп эксперименттерге барған ақындар көп емес. Мысалы, солардың көш басында осы Мұзафар Әлімбаевты айтуға болатын шығар. Жаңа біз жоғарыда айтып жатырмыз ғой, балалар әдебиеті педагогикалық, психологиялық қырда басым сала. Сондықтан оның баланың болмысын білмей, баланың жас ерекшеліктерінің жалпы психологиясын танымай, балаларға арнап шебер жыр жазуда қиынның қиыны. Мұзафар Әлімбаевтың бір ерекшелігі сол баланы жақсы таниды, өзі де бала бола білген, баланың тілін түсінеді. Соған сай бір өте шебер шығармалар жаза білген ақын. Және жалпы Мұзафар Әлімбаев мынау біздің балалар фольклорындағы бай керемет жанрларымыз бар ғой. Анау айтыс бар, ертегі, аңыз, мазақтама, жаңылтпаш. Оның осы жалпы бір 20-30 жанрды айтуға болады балалар фольклорында. Осының барлығын жаңаша жаңғырта білген ақын деп айта аламыз. Жалпы осы балалар фольклорындағы әрбір жанрдың өзінің бір формасы, өзінің бір ырғағы, сол ырғағына сай өзінің интонациясы, өзінің мелодикасы болатын болса, Мұзафар Әлімбаев соны ары қарай жаңғыртып, әлемнің балалар әдебиетіндегі ең бір керемет жақсы үрдістерді меңгеріп, соларды қазақ поэзиясында алып келе алған. Мысалы, осы таза формалық тұрғыдан қарайтын болсақ, біздің дәстүрлі өлең өлшемдерінің өзін бір өзгеше бір түрлендіре білген. Мысалы, біз әдетте өлең өлшемдер дегенде 7-8 буынды, 11 буынды өлең өлшемдерін айтамыз. Ал Мұзафар Әлімбаевтың бір ерекшелігі, мынау өте қысқа өлшемдермен көп жыр жазған. Мынау балалар әдебиеті деп жатырмыз. Балалар әдебиетінің өзінде мынау балалардың жас ерекшеліктері бойынша бөлген кезде мектеп жасына дейінгі балаларға арнап өлең жазған, шығарма жазған ақындар, жазушылар өте аз негізінде. Өйткені мектеп жасына дейінгі балаға берілетін шығармаға қойылатын талап өте күрделі. Ол өте қысқа болу керек, өте түсінікті болу керек, өте тартымды болу керек. Онсыз мынау балабақша жасындағы баланың жүрегін жаулау қиын. Осы тұрғыдан алғанда Мұзафар Әлімбаев өте керемет жетістіктерге жеткен.
мысалы көп өлеңдерін жаттап өстік. Бір ғана мысал келтірейік. Мысалы бал араның жыры деп аталатын бір жақсы өлең бар. Сонда 5 буынды өлшемнің бір ерекше үлгісін туғызған. Негізі ол 5 буынды өлшем балалар фольклорында бар, бірақ дәл осы Мұзафар Әлімбаевтың жаңағы алып келген түріндей ырғақтық ерекшелікті біз басқа фольклордан таба алмаймыз. Мысалы, баратыным қыр, қонатыным гүл, теретінім нәр, еретінім бал дейді. Өте ойнақы, тартымды, баланың тіліне лайықталып жазылған. Осындай бір өлеңдерден көп мысал келтіре беруге болады. Құрметті қонақтар, сонымен осы бүгінгі таныстырылып отырған қазіргі қазақ балалар әдебиеті атты кітап жөнінде өздеріңіздің қорытынды тұжырымдарыңызды, түйінді ой пікірлеріңізді айтып өтсеңіздер. Балалар әдебиеттегі мен ойлаймын, қазақ әдебиетінің ең бір маңызды және ең бір тағдыр шешті бағыт деп ойлаймын. Мен осы тұрғыдан келгенде Гүлжахан орда осындай бір өте маңызды тақырыпқа барып отыр. Балалар әдебиетінде қазір тақырып қана өзгерген жоқ, көркемдік құндылықтар өзгерді, идеологиялық құндылықтар өзгерді, ұлттық құндылықтар өзгерді, рухани құндылықтар өзгерді. Сондықтан қазір балалар әдебиетіне қазір мына заманның, әсіресе біздің ұлттық мүдде, ұлттық қауіпсіздік тұрғысынан, ұлттың болашағы тұрғысынан сол тақырыбында дәл тауып дөбесінен түсіп, сол құндылықты айтамасаң, сенің кітабың 500 бет болса да, 1000 бет болса да, оның құны болмайды. Міне осы тұрғыдан келгенде 10 бет жазсаң да балаларға арнап, болмаса 5 шумақ өлең жазсаң да соның ішінде өзіңнің құндылықтарың болу керек. Соны осы тұрғыдан келгенде бұл қазақ балалар әдебиеттегі мына монографияны мен өзім ойлар едім, үлкен сыйлықтарға ұсынуға болатын, атап өтуге болатын. Мына қазақ балалар әдебиетінің бірде-бір шығармасын назардан қалдырмады. Мен соған риза болдым. Ешкім өкпелейтіндей кітап емес. Сосын Гүлжахан орданың осы мынау қазақ балалар әдебиеті деген тақырыпқа түскен өзім қуанып отырмын. Әйтпесе Гүлжаханның басқа өзінің тақырыптары бар, сүйікті тақырыптары. Бірақ мына тақырыпқа түскен, осыған келген себебі қазіргі балалар әдебиеті деген тақырыпқа осындай тиянақты ғана ғалым келу керек. Оқитын мәтінді ерінбей жалықпай, айлап, сөткөлеп, жылдап, ерінбей жалықпай оқитын, соны қағазға түсіретін осы Гүлжахан орда сияқты ғалымдар керек. Құрметті қонақтар, бүгінгі біздің хабарымызға келіп, қазіргі қазақ балалар әдебиеті атты монографиямен туралы ой бөліскеніңізге көп рахмет айтамыз. Ғылым тапқан ғалым әрқашанда мақтауға да, мақтануға да тұрады.